Калинин жалпы білім беру орта мектебі бастауыш сынып бірлестігінің жетекшісі Ажытаева Әсем Шаймұхан қызы. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған эстафетаны қазақ тілі бірлестігінен сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған қалың ағаш жапырағы сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей Қарағанды облысы Қажырау ауданы Баймырза ауылындағы Калинин жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Насырова Гүлшат Төлеуқанқызы. Ұлт мақтанышы, ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай ұйымдастырылған ақынның шығармаларынан үзінді оқу эстафетасын әріптесім Ажытаева Әсем Шаймұхановнадан зор құрметпен қабыл алдым. Абай Құнанбаев, 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болып тумайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы мен жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген адам өзі де есті болады. Әрбір естілік өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам деуге болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не естіген жерде қайта қайырып сұрайын деп, ұғайын деп талпынбаса, не сол жерде сөзінің расына көз жетсе де, шыға беріп қайта қалпына келсе, есіткен не керек? Осындай сөз танымайтын елге сөз айтқанша, өзінде танитылған шошқаны баққан жақсы деп бір хақым айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Эстафетаның келесі кезегін әріптесім бастауыш сынып мұғалімі Төрехан Нұрғисаға. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Төрехан қызы Нұрғиса. Осы эстафетаны әріптесім Насырова Гүлшат Төлеуқанқызынан қабыл алдым. Көзімнің қарасы.
эстафетамды Алинова Тазагүл Сенбі қызына жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебі бастауыш сынып мұғалімі Алинова Тазагүл Сенбиевна. Бұл эстафетаны әріптесім Төрехан Нұрғисадан қабыл алдым. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екіншісі, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратталану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғыну керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтара ойланып, көңілге бекіту керек. Төртіншісі, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншыл күлкілшілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер. Бұл эстафетамды бастауыш сынып мұғалімі Жайсанбаева Гүлмира Жұматайқызына жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебі мектеп алды даярлық сыныбы мұғалімі Жайсанбаева Гүлмира Жұматайына Абай Құнанбаевтың 6-шы қара сөзі. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антырғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өтпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын табады. Калин жалпы білім беру орта мектебінің оқу тәрбиесі жөніндегі директордың орынбасары және тарих пәнінің мұғалімі Баймағамбетова Бақытгүл Зейнешевна Абайдың 20-шы қара сөзінен үзінді. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде де бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өз тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адам баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да, аз ба көп пе, жалыға да. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да сой бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады. Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығын, ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болмағанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғани. Калинин жалпы білім беру орта мектебі география пәнінің мұғалімі Оразбаева Бибигүл Нұрулловна. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жыр жел салқып, түн басады салбырап, шан шығармал жолдағы, сілкіне алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсан азырақ. Бұл эстафетаны Исанова Рахиля Айыповнаға жолдайды. Калинин жалпы білім беру орта мектебі орыс тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімі Исанова Рахила Айыповна. Абай Құнанбаев әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіштің неге кетігін таптап барқалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғы алма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгі алма. Өзіңде бар мен көз құрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа түс қалма езбеден. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден бал. Я учитель русского языка и литературы Без Александра Александровна. Принимаю эстафету от учителя русского языка и литературы Исановой Рахиля Айповны и буду читать стихотворение Абая Кунанбаева «Қыз». Ақ киімді денелі ақ сақалды, сұқыр мылқау танымас жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Үшпадай бір күн киген оқшырайтып, аязбеннен қызарып ажарланды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазанды алды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып өсік шалды. Шидем мен тон қабаттап кеген малшы, бет қарауға шыдамай сырт айналды. Свою эстафету я передаю учителю русского языка и литературы Рымбай Тоғжан. Калин жалпы білім беру орта мектебінің орыс тілі пәні мұғалімі Рымбай Тоғжан Жұбанышқызы. Бұл эстафетаны мектебіміздің орыс тілі пәні мұғалімі Безия Александра Александровнадан қабыл алдым. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Абай Құнанбаев. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бол махрұм, қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем, өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, жиналсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ. Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Мен бұл эстафетаны мектебіміздің сызу пәні мұғалімі Төлебай Сержанға жол. Мен Төлебай Сержан, Калинин жалпы білім беретін орта мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырып жатқан эстафетаны орыс тілі пәні мұғалімі Тоғжан Рымбайдан қабыл алдым. Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа. Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа. Аларына шара жоқ, алданбасқа. Табысына табынып қалтан қағып, тойғанынан қалғанын бер салашқа. Мал жияды мақтанын білдірмекке, көзге шығып малменен күйдірмекке. Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар, сорпа сумен, сүйекпен сүйдірмекке. Ақылды деп, арлы деп, ақпейіл деп, мақтамайды ешкімді бұл күнде көп. Осы күнде малғайда боқ ішінде алтын алсам береді боғынан жеп. Осыны оқып, ойлай бер, болсаң зерек, еңбекті сат, ар сатып, неге керек? Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Осы эстафетаны мен мектебіміздің физика пәні мұғалімі Ерболат мұғалімге. Мен Тометхан Ерболат. Калинин жалпы білім беретін орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан эстафетаны мектебіміздің көркем еңбек пәні мұғалімі Сержан мұғалімнен қабыл алдым.
Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар. Ақылың мен еңбегің екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе. Құмарпаз боп, мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым қуған бойың етпе. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде. Сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Мен осы эстафетаны мектебіміздің дене шынықтыру пәні мұғалімі Нұртілекке жолдаймын. Калин жалпы білім беру орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі Нұртілек Дәренбекұлы Абай Құнанбайұлының 75 жылдығына арналған эстафетаны Түметхан Ерболаттан қабыл алды. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да, сорласық сарғайса да сағынса да, жар таппай жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жар ісіне, қорлық пенен мазағын табынсан да. Бұл эстафетаны биология пәнінің мұғалімі Қуантай Ержанға. Калинин жалпы білім беру орта мектебі биология пәнінің мұғалімі Қуантай Ержан Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған эстафетаны мектебіміздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Дәуренбекұлы Нұртілектен қабыл алдым. Абай Құнанбаев, жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан, жалған, күлмейтін шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр құлақ ұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар. Абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Бұл эстафетаны мектебіміздің тәлімгері Серікбай Амангүл. Мен Калин жалпы білім беру орта мектебінің тәлімгері Серікбай Амангүл. Мен бұл эстафетаны мектебіміздің биология пәнінің мұғалімі Ержан Қуантайдан қабыл алдым. Абай Құнанбай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиынынан қиыстырар ел данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз сарасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы, іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап, ақындары ақылсыз надан келіп, көз жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыралып топтасарнап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап, әр елден өлең менен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар Құдай қарғап. Мен бұл эстафетаны мектебіміздің барлық оқушыларына. Екінші А сынып оқушысы Ағымбек Перизат. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанаға рақым ойлап қой. 5 асылыс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфретін, суытып көңіл тайсаңыз, жақсылық көрсең ибаратын, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қойсаңыз, болмаса да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі малда өзі ғылымға көңіл берсеңіз, білген дедің сөзіне махаббат бейнерсеңіз. Бұл эстафетаны екінші А сынып оқушысы Русланова. Екінші А сынып оқушысы Русланова Асия. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жыл құсымен, жайрандасып жаз күлер құрбысымен. Көрден жана тұрғандай кемпір мен шал, жалбандасар өзінің тұрғысымен.
Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойыны босап, сыбырласып, сырласып, мауқын басып. Бұл эстафетаны 3-ші А сынып оқушысы Мержанова Айылымға Калинин жалпы білім беру орта мектебінің 3-ші А сынып оқушысы Мержанова Айылым Абай Құнанбаев. Өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Эстафетаның кезегін 3-ші А сынып оқушысы Рымбай Нұртілекке жол. 3-ші А сынып оқушысы Рымбай Нұртілек. Күз сұр бұлт, түсі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тоңған ма, тойған ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шудай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырған ағаш қурай. Бұл эстафетаны 3-ші А сынып оқушысы Аятбекова Амина. Мен 3-ші А сынып оқушысы Аятбекова Амина Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мауқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек сауды. Ұшпыдай бүркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұттай қасы жауып екі көзін, басын сілкізе қар жауып мазандауды. Борандай бұрқ сарқ етіп доданғанда, алты қанат ақұрда үйше қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы томбығып үсік шалды. Шиде менен тон қабаттап киген маша, бет қарауға жыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, малшыларым қорқылмай итке малды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, құр жібер мұнан тұрған кәрі шалды. Мен келесі кезекті 3-ші А сынып оқушысы Хабибулла Кәусарға жол. Мен 3-ші сынып оқушысы Хабибулла Кәусар. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмар оғанып жаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақташақ, ереншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асығыс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тесаңыз, жақсылық көрсе ғибратлы, оны ойға жазсаңыз, ғалым болмай немене балалықты қисаңыз. Мен 4-ші сынып оқушысы Тоқтархан Нұрпейіске. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 4-ші А сынып оқушысы Тоқтархан Нұрпейіс Мейрамбекұлы. Есімде бар ма жас күнің? Абай Құнанбаев. Есімде бар ма жас күнің? Көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің. Кімді көрсең бәрі дос, махаббат, қызық мал мен бақ, көрінуші еді дос қортақ, үміт жақын көңілақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Күз жалынасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың, махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер жылайын, шыдан бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа бер жамап сынайын. Тағы бір мәрте атамыздың өнерін әлемге паш етуге осы эстафетаны 4-ші А сынып оқушысы Тыйыштық Толғанайға жолдайды. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 4-ші А сынып оқушысы Тыйыштық Толғанай Нұржанқызы. Абай Құнанбаев. Жазғытырым.
жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан жануар адамзат анталасса, ата-анадай ержүлер күннің көзі, жаздың көркі енеді жылқысымен, жайраңдасып жас күлер құрбысымен, көрден жаңа тұрғандай кемпір мен шал, жалбаңдасар өзінің тұрғысымен, қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп көрісіп құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып сырласып мауқын басып, тие боздап қой қоздап қорада шу, көбелек пен құстарда сайда ду-ду, гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Осы эстафетаны Марат Айсұлуға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 4-ші А сынып оқушысы Марат Айсұлу. Әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта барқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да туғанға, әділет чапқан кімде бар, сол жараса туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артыңыз, барар едің қай жаққа. Келесі эстафетаны 1-ші А сынып оқушысы Қабдығали Мейрамбекке. 1-ші А сынып оқушысы Қабдығали Мейрамбек. Сор бұлт, түсі суық, қаптайды аспан, күз келіп тыңғыл тұман жерді басқан. Білмеймін тайғаныма, тұнғаныма, жылқы ойнап биер ашқан, тай жарысқан. Асушөп бәшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, ағашынан, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Осы эстафетаны Әлкен Әсенгүлге жолдаймын. Әлкен Әсенгүл 1-ші сынып оқушысы Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мыңқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Осы эстафетаны Аманғазы Асылназға жолды. 1-ші А сынып оқушысы Аманғазы Асылназ жерсіз түнде жарғай. Жерсіз түнде жарғай, сәулесіз суда дірілдеп, аудың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы, сыбырласып өзді-өзі, көнбей жері топырағы, құлпырға жазық жер жазы. Тау жаңғырып ән қосып, өткен етпен айтаққа, келмеп бедің жол тосып жолығуға. Мектеп алды даярлық сынып оқушысы Жақсыбекова Азамат Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайғыр жесеңіз, өсте өтірік мақтаншақ, еншек бекер малшырпақ, біз дұшпаным бізденіз, талай бектерін ой, қанағатырақ молық бой, біз асылыс көнсеңіз. Мен осы эстафетаның мектеп алды даярлық сынып оқушысы Мержанова Айарға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің мектеп алды даярлық сынып оқушысы Мержанова Айару Абай Құнанбаев. Құлақтан ғырып бойдалар. Құлақтан ғырып бойдалар, зақсан мен тәтті құй, көңілге түрлі ой салар, әнді үшсе, мен сесе, дүние ойдан сығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім мәнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Эстафетаны кезегін мектеп алды даярлық сынып оқушысы Жүсіпова Қауғар. Мектеп алды даярлық сыныбы Жүсіпова Гаухар. Қыз ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқа жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек. Даярлық сыныбы Хабибулла Әмина. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, маған жаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге қашық бол, адам болам десең, тілен үнін алдында,
оған қайғы жесін, өсіп өтірік мақтаншақ, ренжілік бекер, мал шошпақ, бес дұшпанды бірсен, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, ес асыл іс көнсін, жамандық көрсең нәпіләті, суытып көңіл тылсаң, жақсылық көрсе ғибратты, оны ойға жасаң, ғалым болмай немне, бала қырсаң, болмасаң да құсақпақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп. Ученик 4 Б класса Абдыкаримов Михаил. Пока не знаешь, молчи, пока блуждаешь, молчи. В бесценных днях и в ночи пустых забав не ищи. Чтоб человеком ты был и вровень с веком ты был, ты 5 побори и 5 избери. Злословие, ложь, хвастовство, безделье и мотовство — вот 5 врагов твоих, знай, а разум и доброта, упорство, скромность и труд — вот 5 друзей, согласись. Увидев зло, отвернись, к беде пороки ведут. Добро увидев о нем, ты помни и ночью, и днем.